Потенциалды дамыту. Табысты болу дегеніміз нақты мақсат, қалғаны жай ғана пікір. Ал өз армандарына жеткен адамдар мақсатқа бағынған жандар. Өмірден не қалайтынын білетін, соның жолында қарекет жасайтын, әр күнге есеп беріп отыратындар. Мақсатты қою қабілеті табысқа жетудің негізгі шеберлігі болып табылатынын ұмытпаңыз. Мақсаттың құлпын ашу үшін тек позитивті ойдан және идеямен күш-қуатыңызға еркіндік беріңіз. Мақсатсыз өмір сүру өмірден сыбағасыз ету деп айтсам артық айтқаным емес деп білемін. Шындығында, сіздің потенциалыңыз өзіңіз ойлағаннан да артық болуы мүмкін. Соны дұрыс пайдалана білсеңіз болғаны. Шыдамдылықпен әрекет ете беруді тоқтатпасаңыз болғаны. Табысты болып, жетістікке жетудің бір ережесі, сіздің қайдан шыққаныңыз маңызды емес, қайда бара жатқаныңыз маңызды. Ал баратын жеріңізді өзіңіз ғана анықтай аласыз. Мақсатты анықтап, белгілі болғаннан кейін, өзіңізге деген сенімділік, алға қарай жылжу, жауапкершілік, әрі шабытыңыз арта түседі. Осы орайда сауда тренері Том Хопкинс айтқаны есіме түсіп отыр. Мақсат жетістік пешіндегі отын секілді. Өз әлеміңізді құрыңыз. Мүмкін, адамзат тарихындағы ең үлкен жаңалық ақылдың күші арқылы өмірдің аспектілерін қалыптастыру шығар. Ақиқаттан аттамас бұрын, жаратылған әлемді көру арқылы сана, сезім, жеке ойыңыз қалыптасады. Барлық нәрсе ойдан, армандаудан, үміттенуден, ерекшеліктен басталады. Діндердің, философияның, метафизика, психология және табысқа жетудің қорытындысы мынау: не нәрсені көп ойласаң, сол болады. Сайып келгенде, сыртқы әлеміңіз, ішкі жан дүниеңіздің көрінісі және ойлаған дүниеңіздің барлығы өзіңізге қайта айналып келетін болады. Сол үшін де тек арзан ойға берілмей, шынайы ойлана біліңіз. Көптеген табысты адамдарға не нәрсені көп ойлайтындығы туралы жиі сұрақтар қойылады. Басым көпшілігінің жауабы: не нәрсе саған нағыз махаббатты бере алады және оны іске асыру жолдарын ойлайды. Табысқа, жетістікке жетпеген адамдар көбінесе қиыншылықты, алаңдаушылық, қорқыныш сезіміне бой алдырады. Ал табысты адамдардың артықшылығы қандай жағдай болмасын, мақсатқа адал болып, соны іске асыру жолын сақтап қалу. Белгілі, мақсатсыз өмір сүру бұл қалың тұманда өмір сүргенмен бірдей. Мақсатқа жету үшін көлігіңіздің, танысыңыздың, тегіс жолдың болуы маңызды емес. Кез келген бір істі бастарда міндетті түрде мақсат қойыңыз. Сізге не үшін керек? Сізге қандай нәтиже алып келеді? Егер барлығын ойластырып, жоспарламасаңыз, онда тіпті бастаудың қажеті жоқ. Сол себептен ол дүниеден белгілі бір нәтиже шығару үшін нақты мақсат және аяғына дейін жеткізіңіз. Қадам арқылы, жүйелі, бар қалауыңызбен жасау арқылы жетістікке жетесіз. Бірақ мақсатқа жету жолында қаншама кедергі, қиыншылық болатынын ұмытпаңыз. Тек сабырлық танытып, ертеңгі күннің жарқын болатынына сеніңіз. Автоматты мақсатты іздеу функциясы. Үй құстары секілді, адамның да мақсатқа жетуге деген қабілеті болады. Бірақ, аяқ асты, себепсіз бола кететін таңғажайыпсыз. Егер дұрыс әрі шынайы ойлана білсеңіз, істің шешімі өзі-ақ табылатын болады. Өйткені кибернетикалық механизмнің арқасында адамның ақыл санасы тереңнен қабылдап, түсіне алады. Негізі жетістік, табыс адамға келмейді. Керісінше, сіз соған баруыңыз керексіз. Егер сіздің мақсатыңыз денсаулыққа, бақытқа, толы керемет өмірді жасау болса, сіз оған қол жеткізе аласыз. Компьютер сияқты сенің де мақсатты іздеу тетігі субъективті емес. Кез келген нәрсеге қарамастан автоматты түрде жұмыс жасайды. Табиғат мақсатыңыздың көлеміне немесе ауқымына көңіл бөлмейді. Егер мақсатыңыз айтарлықтай үлкен болмаса, автоматты мақсатты механизмге үлкен мақсатқа жету деңгейі төмен болады. Ал егер мақсатыңыздың айтарлықтай үлкен әрі ауқымдырақ болса, табиғи қабілет үлкен мақсаттарға жетуге мүмкіндік береді. Мақсат қоюда және оны іске асыруда үлкен көңіл бөлген дұрыс. Адамдар неге мақсат қоймайды? Жауабы мынау. Егер мақсат автоматты түрде орнатылса, неге тек бірнеше адам нақты, жазбаша өлшенетін уақытқа байланысты мақсаттарға ие болады? Енді бұл үлкен құпияның бірі. Менің ойымша, адамдардың мақсат қоймауының 4 себебі бар. 1. Маңызды емес мақсат. Біріншіден, көптеген адамдар мақсаттың маңыздылығын түсінбейді. Егер мақсатсыз үйде дамитын болсаңыз немесе мақсаты жоқ, тіпті ол туралы әңгіме қылмайтын топпен аралассаңыз, мақсат өмірге әсер етпейтіндей, жеңіл ойлы ересек адам боласыз. Айналаңызға қараңыз.
Қаншама адамның, достарыңыздың, таныстарыңыздың, отбасы мүшелеріңіздің нақты мақсаты бар, және ол мақсат жолында қарекет жасауы қаншалықты маңызды. 2. Мағынасын түсінбеу. Адамда мақсат болмаудың екінші себебі өздері үшін бірінші орында не нәрсе маңызды екенін білмеу. Ең жаманы, мақсатым бар деп жүрген адамның өзінде шынында мақсаты жоқ. Яғни, бәріне ортақ бір қиял. Мақсат айқын, тілегі өзгеше нәрсе. Яғни, анық, шынайы, жазбаша нәрсе. 3. Сәтсіздіктің қорқынышы. Мақсат болмаудың үшінші себебі сәтсіздіктен қорқу. Сәтсіздік дегеніміз ауру деп айтқым келеді. Бұл эмоционалды түрде, қаржылық тұрғыдан ауыр және алаңдаушылық болып табылады. Сәтсіздік барлығында болады. Әр нәрседен сабақ алу арқылы екінші сол қатені қайталамауға тырысасың, және алдағы уақытта сәтсіздік деген атауға жол бермеуге тырысыңыз. Бастапқы уақытта көбісінде жолы болмау, қателік деген дүние көп болады. Қателік жасаудан қорықпаңыз, оны қайталаудан қорқыңыз. 4. Болмай қалады деген қорқыныш. Мақсат болмаудың төртінші себебі болмау қалады, іске аспай қалады деген қорқыныш. Алдымен сынға ұшыраудан, нәтижесіз, табыссыз болып қалудан қорқады. Әр нәрседе барлығына айта бермейтін бір сыр болады. Барынша маңызды деген істеріңізді көбісіне жайып айта бермеңіз. Оларға ісіңізбен, соңында жеткен жетістігіңізбен дәлелдеңіз. 3% үлеске қосылыңыз. 1979 және 1989 жылдар аралығында Марк Маккормак «Не нәрседе сенде білім болмайды» атты кітабы Гарвардта бизнес мектептеріне зерттеу жүргізді. 1979 жылы MBA бағдарламасы бойынша Гарвард мектеп түлектері «Болашаққа қандай жоспарыңыз бар, ендігі мақсатыңыз не?» деген сұраққа тек 3% ғана бітіруші түлектер мақсаты мен жоспарларын жазған. 13%-ның мақсаты бар, бірақ жазбаша түрде жазылмаған. Қалған 84%-ның мақсаты айқын емес. Олар үшін мақсат тезірек демалысқа шығып, демалу. Бірақ ең таңқаларлығы, Гарвардтан кеткеннен кейін нақты мақсаты бар, жазылған 3% бітірушілерді басқа 97% бітірушілермен салыстырғанда 2 есе көп табыс тауып, жетістікке жеткен. Жалғыз айырмашылық, мақсатты айқындап алғаннан кейін ғана жұмыстарын бастағаны. Жол белгілерінің болмауы. Айқындылықтың маңыздылығын түсіну оңай. Елестетіп көріңіз, үлкен қаланың шетінде орналасқан белгілі бір бағытқа, яғни үй немесе кеңсеге жету үшін арнайы бағыт көрсетілген. Бір өкініштісі, сіздің қолыңызда қаланың картасы және жол белгілері көрсетілмеген. Ал іс жүзінде, сізге баратын жеріңіздің жалпы анықтамасы берілген. Енді сұрақ. Арнайы жол белгілерінсіз, картасыз үйіңізді немесе жұмыс орныңызды тауып баруға қанша уақыт керек деп ойлайсыз? Жауап беріп көрейік. Мүмкін, сіздің бүкіл өміріңіз. Егер сіз таппасаңыз, бұл сәттілік болар еді. Әдетте, адамның көбісі саяхатты картасыз, және баратын жерін алдын ала қарап, сол жақтың жағдайымен таныспайды. Бұл дегеніміз, өмірді мақсатсыз, жоспарсыз бастау дегенді білдіреді. Шындығын айтқанда, жұрттан кембіз бе, біз де барамыз, көреміз деген оймен бастайды. Егер адам өзіне қанағаттанбайтын жұмыспен 10-20 жыл жұмыс істейтін болса, ол болашаққа емес, кері қарай кетеді. Жай прогресс, келіспеушіліктер, көңілі толмау сынды жайттар орын алатын болады. Бар ойы үйіне тезірек қайтып, барып демалу, теледидар көру болады. Шынайы бақыт мақсатты талап етеді. Эрл Соловейдің бір жазғанда, бақыт дегеніміз лайықты идеал мен мақсатты прогрессивті түрде іске асыру. Алға қарай жылжу болғанда, қадам-қадаммен әрекет жасалғанда, маңызды дүниелер орындалған жағдайда, нағыз бақытты сезініп, дүниеде сізден артық бақытты адам жоқ секілді сезінесіз. Логотерапияның негізін қалаушы, Виктор Франкл, адамның ең үлкен мұқтаждығы, өмірдің мұраты мен маңызы хақында жазған болатын. Өмірдің мәнін жоғалтқан, мақсаты жоқ кісі бақытпен ілесе келген шаттық сезімін қоса жоғалтады. Бүгінгі күннің өзінде көптеген адамдар өзгерістен қорқады. Әрине, ол кез келген жағдайда орын алатын сезім. Дегенмен мақсатты белгілеудің ең үлкен артықшылықтарының бірі қорқынышты жеңіп, өзгеруге, өзіңді басқаруға үйретеді. Адам маңызды іспен шұғылданғанда, өзі де маңызды тұлғаға айналады. Болашағын елестетіп, жеткен жетістігін сезінетін болса, өмірге деген құштарлығы әлемнің мәңгілігін дәйектейтін, дүниетанымды, жан дүниесіне енгізгендей тірілмек.
Грек философы Аристотельдің ең маңызды ілімдерінің бірі адам бұл телеологиялық организм. Телос сөзі грек тілінде мақсат дегенді білдіреді. Аристотельдің қорытындысы бойынша барлық адамның әрекеті қандай да бір мақсатқа сай. Мысалға, жетістікке жеткізетін бір қадамды болсын орындаған кезде, бойыңызда қуаныш сезімі кернеп, бақытты сезінесіз. Енді сізге маңызды сұрақ, сіз үшін өмірдің мәні не? Өмір сүрудегі мақсатыңыз не? Ақиқат барлық жерде. Әр адамның даралығы мен өзгешелігі адамзат болмысының бөлшегі. Әркімнің туа бітті ерекше қасиеті болады. Мақсатты орнатуда, демек, сіздің де соны іске асыра алатын, орындай алатын күшіңіз болады. Ең басты инвестиция өзіңізге арнағаныңыз. Білімге, жауапкершілікке, дамуға аямау. Қабілетіңізді шыңдап, өрісіңізді кеңейту. Естуіміз бойынша орташа. Адам өз потенциалының тек 10% ғана пайдалана алады екен. Өкінішке орай, университет Стэнфордтың айтуы бойынша, орташа адамның шамамен 2% ғана психикалық әлеуеті жұмыс жасайды. Қалауды дамыту. Барлық мақсаттарға жетудің бастауы бұл қалау. Егер сіз шынымен жетістікке жеткіңіз келсе, мақсатқа деген қалауды, ниетті дамыту керексіз. Өзіндік бір күшпен тылсымның алға бастайтынына, жаңа бір серпіліс беретініне куә боласыз. Бір нәрсеге қол жеткізу үшін алдымен уақыт керек. Соңында жемісін көру. Үлкен мұнай миллиардері Ханттан бір кездері жетістіктің негізгі құпиясы туралы сұрады. Ол табысқа тек екі нәрсенің керегін және екі нәрсенің талап ететінін қайталап айтты. Алдымен ол, сіз не керек екенін дәл білуіңіз керек. Ал көбісі осы тұрғыдан дұрыс шешім қабылдамайды. Екіншіден, жетістіктің бағасын анықтау. Яғни, сөздің құнын қоюы. Уәде беріп, мойныңа алғасын соңына жеткізуге міндеттісің. Және үнемі жұмысыңа тиянақты, ұқыпты бол. Табыстың кафетерий үлгісі. Өмір мейрамханаға қарағанда швед үстелі немесе кафетерий сияқты. Мейрамханада кешкі асы ішіп кейін шотты төлейсіз. Бірақ швед үстелі немесе кафетерияда сіз өзіңізге қызмет етуіңіз керек. Кейін ішер алдында сіз алдымен толық төлем жасайсыз. Көптеген адамдар ойлаудан қателеседі. Олар табысты, тәжірибелі болғаннан кейін ғана төлем жасайды. Өмір пешіне, маған алдымен жылулық беріңіз, кейін ағашқа тұтататын боламын деп айтады. Мотивация беруші спикер Зиг Зиглардың бір айтқанында, жетістікке деген лифт жұмыс істемейді. Бірақ баспалдақтары әрдайым ашық болады. Аристотельдің тағы бір маңызды ескертпесі, адамның барлық әрекеттерінің түпкі мақсаты бұл жетістік және бақыт. Сіз не істесеңіз де, бақытыңыз үшін, болашағыңыз үшін жасайсыз. Бақытқа қол жеткізуде табысты, не жеңіліс табуыңыз да мүмкін, бірақ сіздің бақытыңыз әрқашан сіздің түпкі мақсатыңыз болады. Бақыттың кілті. Мақсаттарды орнату, оларға күнделікті жұмыс істеу, сайып келгенде оларға жету өмірдегі бақыттың кілті. Толық потенциалды ашу үшін тұрақты бір әдетті қалыптастыру керек. Нақты іспен көрсету арқылы жүйелі жұмыс және дұрыс ойлана білсеңіз болғаны. Осы сәттен бастап басқарылатын зымыран сияқты организмді іздеуге ұмтылу керек. Өмірде ашының да, тұшының да, жақсының да, жаманның да дәмін татып көру керек. Шектен шықпай бәрін көріп, сезінуге болады. Ең бастысы, мақсатқа адалдықпен, таза еңбекпен жеткенде ғана қайырымы болатынын ұмытпаңыз. Қайғы келсе, қарсы тұрыңыз. Қиындықтың барлығы уақытша екенін, әр істің бір қайырымы болатынын, тек жақсылықтың болатынына сеніңіз. Потенциалды дамытып пайдалану. Бір әр адамда туа бітті мақсатқа жету жолында көмектесетін бір қасиет болады. Соны пайдалана біліңіз. Нақты не қалайсыз, өмірден сізге не керек? 2. Сіз үшін өмірдің мәні, мағынасы неде? Қандай істен рухани дамып, ләззат аласыз? 3. Ішкі жан дүниеңізді тыңдаңыз. Қазіргі жұмысыңызға, жеке өміріңізге деген ойыңыз қалай? Не нәрсе өзгерте алады? 4. Не нәрсені көп ойлайсыз? Оның сізге қаншалықты пайдасы бар? 5. Мақсатқа жету сіз үшін қаншалықты құнды? 6. Нәтижесінде бірден әрекетке көшетін жоғарыда келтірілген сұрақтарға жауабыңыз бар ма?